Сәлем достар. Бүгін сіздермен ең оңай жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте биік болып шығады. Енді дәмі өте керемет болып шығады, уәде берем. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан ғашық боласыздар. Ең алдымен біз бір жұмыртқамызбен көз мөлшерімен қантымызды салып, осындай аппақ қылып осылай көпіртіп аламыз. Бір стакан ерітілген сары май құямыз, жақсылап араластырамыз. Бір стакан айран, ұнға бір шай қасық сода салып, жақсылап араластырып, содан кейін барып саламыз. Үшке бөліп саламыз. Ұнымызды осындай сұйықтықта болу керек, осындай қою болғаны дұрыс. Өте сұйық болып кетпесін, арасы піспей қалады ол кезде. Кез келген формаға салып, 150 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Ал достар, астарыңыз дәмді болсын, сіздерде де өте керемет болып шықты деген ойдамын. Бетіне әсемдеуге кез келген алма, мен мұнда біріншісінде алмамен жасағам. Мінім алмамен жасаған осы болды. Екіншісіне бетіне вишня қойып жасаған болатынмын. Сау болыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпа.